Бұл акция KZ арнасы. Көп адам Халық Инвестте брокерлік шот ашқаннан кейін ең бірінші қандай акция алсам болады деген сұрақ қояды. Егер сіз жаңадан бастап жатсаңыз, алдымен Қазақстандағы ірі әрі танымал компаниялардың акцияларын зерттегеніңіз дұрыс. Мысалы, Каспий банк, Халық банк, Казатомпром, Кегос, Казмунайгаз компаниялары. Каспий банк бұл Қазақстандағы ең ірі, жетекші финанстық техникалық банктердің бірі болып саналады. Қазақстан Халық банкі елдегі ең ірі, жүйе құраушы әмбебап коммерциялық банк және оның акциялары қор биржасында жоғары сұранысқа ие басты құнды қағаздарының бірі болып есептеледі. Казатомпром дүние жүзіндегі ең ірі табиғи уран өндіруші және Қазақстанның уран импорты мен экспорты жөніндегі ұлттық операторы. Компания әлемдік нарықта маңызды рөл атқарады. Жергілікті және халықаралық қор биржаларында саудаланатын тұрақты акциялары бар. Кегос бұл Қазақстанның магистральдық электр желілерін басқаратын ұлттық оператор компания. Кегос елдегі бүкіл электр жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін және жарықтың үздіксіз берілуін қамтамасыз етеді. Инвесторлар үшін Кегос акциялары Қазақстан қор нарығындағы тұрақты және сенімді инвестициялық құралдардың бірі болып есептеледі. Казмунайгаз бұл Қазақстанның мұнай-газ саласындағы ең ірі әрі жетекші мемлекеттік ұлттық компания. Компанияның негізгі акционері Самұрық-қазына, ұлттық әл-ауқат қоры және Қазақстан Республикасының ұлттық банкі. Компания 2022 жылдың соңында халықтық IPO өткізіп, өзінің акцияларын биржаға шығарды. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін Акция KZ арнасына жазылыңыздар. Қазақ контентін қолдайық. Қазақ тілінің өркендеуіне бірге үлес қосайық.